Ернұр қаладан кетіп ата-әжесінің ауылына баруға шықты. Ол қатты қуанып тұр. Жолда ол терезеден далаға қарап, әдемі табиғатты тамашалады. Ауыл қақпасын көргенде Ернұрдың жүрегі одан сайын қуанып кетті. Ата-әжесі оны құшақтап, жылы қарсы алды. Үйге кіргенде дастархан толы дәмді тағамдарды көріп таң қалды. Атасы Ернұрды далаға серуендеуге алып шықты. Ернұр бұлақтан таза суды ішіп табиғаттың сұлулығын сезінді. Әжесі оған қамыр илеуді, нан жасауды үйретті. Аулада ауыл балаларымен танысып бірге асық ойнады. Атасы оған атқа мінуді үйретіп, Ернұр өзін батырдай сезінді. Кешкісін ауыл ерекше әдемі болып көрінді. Ернұр күннің батқанын тамашалады. Келесі күні ол ата-әжесімен қоштасып қол бұлғады. Қалаға қайтса да, Ернұр ауылдағы күндерді ұмытпады. Ол қайта барғысы келді.